Екінші сабағымызға дайындық ретіндегі түсірілген видео саналады бұл. Үшін бізге не істеу керек? Сабақта айтылғандай интеграцияларды скачать етіп керек болған бізге. Кешегі сабақта көрсеткен, алдыңғы сабақта көрсеткен скачка жіберген сатуға. Сонымен комьюнитиді алдым. C-де тұрады комьюнити версиясы. Мен соны ұнатайық. Басамыз. Next батырмасын. Қай жаққа орнатылады? 2,5 гигабайт болу керек екен. Бос жері 14 гигабайт екен. Ең басқа баланс салуға болады. И мынаны create деп шатып, рабочий столыңызда эмблемасы шығады. Если басамыз, былай басасыз, не орнатылады көресіз. Басқа қосылады. Орнату 1-2 минут уақыт алады. Сонымен бізге интегративді орнату керек. Ол мынау программа орнатылғанша біз download десек. Git CSM com деп шығады, соған кіресіздер. Download. Git. Windows'та версиясына байланысты скачка жібереміз. Ол жерде 64 бит, либо 32 бит таңдап алсаңыздар. Соны жүктеуге жібердім. 50 мегабайт қана ақпарат. Бұлдан болып қалды. Программа орнатқанша. Программаны күте тұрамыз. Уақыт күте тұрайық. Мына жерде кейін өзіңіз қолмен рестартировать етіп компьютерді перезагрузка жасау керек. Не болса қазір мен қазір жасамаймын, видео түсіріп кейінге қалдырсын. Finish басамыз. Сонымен жаңа біздің рабочий столымызда айтқандай пайда болды. Мендегі комьюнити мен и профессионал айырмашылығы сүйрете басқа. Егер сіз соны ұнатсаңыз да болады, бірақ бірай тегін комьюнити ішінде кіреміз. Әкеліп басамыз, жалғастырамыз. Мен енді көрдім, комьюнити версиясы ашылды. Бізге жаңағы проектіміз бар болса жұмсау, кейіппен жұмыс істеу, бар проекттеріміз ашу. Бізге жаңада басталған не біз жаңа проект бастаймыз. Жаңа проект басталған кезде атын береміз. Мен Java backend деп құрамын. Қай тіл екенін таңдаймыз, Java тілін таңдаймыз. Git репозиторий керек пе, керек емес пе, оны сабақ үстінде үйренеміз. Қосымша advanced settingте мысалы модулдың аты қандай аталады, қай жерде болады, путь нысананы басып көрсеңіздер, мынау users даник деп аталады, и сол путьқа барады. Өздеріңіздердің жолдарын таңдасаңыздар болады, қай жерге сақталғанға. Сонымен create батырмасын басамыз. Сіздерде құрған кезде Java болмандықтан қате береді. JDK версиясы жоқ деп Java-ны естімейді. Ол үшін мына оң жағын басасыздар. Файл, и мына жерде проект структура деп тұр. Проект структура таңдаған кезде мына жерде сіздерде no SDK деп шығып тұрады, қызыл болып.
міне мынандай новоздық деп өйстіп осындай қызыл шығып тұрады. Сол кезде сіздер өздеріңіз шығып тұрған кезде ады SDK деп таңдайсыздар, оны JDK деп таңдаймыз. Таңдаған кезде бізге Javaның қай версиясын керек екенін осы 8-ші версиядан бастап 11, 13, 15 бізге 17-ні таңдасақ болады. Негізгі сабағымыз бәрі 11-мен байланыстырып жұмыс істейміз. Одан кейін бар қайсы компанияның JDK-сына байланысты, мысалы Amazon-дікі, Azure-дікі, Eclipse-дікі, IBM-дікі, SAP-дікі, OpenJDK деп кете береді. Бізге 11-ші версия керек. 11-ші версиясы Amazon-да тұр. Қай жерге сақталады? JDK, путь сақталады. Сонымен скачкасын басамыз. И мына жерде жаңағы скачкасы жүріп жатыр қазір. И сол орнатылып жатыр. Мына жердегі жаңағы language level деген жерге 11-ші версиясын таңдаймыз. Солай apply басып жібереміз. Apply басамыз. Сонымен мына жерде қазір орнатылып жүріп жатыр. Интернеттен скачать етіп орнатылып жатыр. Бұл нәрсені алдын ала жасау керек бізге бірімізге. Екінші сабақта мен көрсеткен кезде мысалдарды сіздерге жаңағы менімен бірге қатар онлайн түрде жазғандарыңызды қалаймын. Сонымен мына жерде CSS папка пайда болады. Бәріміз программаның бәрі осының ішінде. Бүйтіп кірсеңіздер, бірінші программаның миында Hello World деген өзі ашылады. Соны мына жағын басып көреміз. Басып командаларды мысалы мына жерден бассаңыз болады, или мына жерден бассаңыз болады. Hello World деген жазу экранға шықты. Ол мына жердегі жазу. Оны сіз қалай жасаңыз өзгерте берсеңіздер де болады. Енді мына жеріміз запуск жасасақ болады. Run main деп тұр. Немесе run деп мына жақпен немесе горячие клавиши Shift F10 арқылы бассаңыздар болады. Қазір мына Hello World 3444 деген жазу шығады. Міне көрдіңіздер ме? Так, біздің кезегімізде IntelliJ-ді орнаттық, Java-ны орнатып алдық. Енді келесі кезек бізде Git орнату керек болады. Git туралы тақырыпты оны бөлек айтам. Оған да арнап тақырып болады, сабақта болады оған арнайы. Бірақ бізге әрбір жасаған кодымызды бір-екі командасын көрсетемін. Сол командамен істей береміз. Кейін бөлек тақырыптың байланысты өтеміз. Шпаргалкасын дайын шпаргалкасы. Бізде қолданатын нәрселеріміз менде өзімде Git орнатылған. Қазір қате шыға ма шықпай ма білмеймін. Сізде орнатылды деп. Мынандай Git push деп шығады. Оған баспай қойыңыздар, ештеңе істеудің қажеті жоқ сіздерге. Осылай орнатып қоямыз. Бұл қадам орнатып қойдық. Енді бізге GitHub сайтына тіркелу керек. Ол үшін GitHub
Kitap saytı өкінішке орай ашылмай жатыр. Мен қате теріп өттім. Мен бұл жерге тіркеліп қойғандықтан менде репозиторий деген көп болады. Сіздерге тіркелу үшін не істеу керек? Шыққан кезде sign in деп басасыздар. Ой, кері sign up'та басамыз. Sign up басқан кезде біз тіркелеміз. Логин пароліміз. Енді поштамыз енгіземіз. Өйткені ондай нәрсе менде GitHub бар дейді. Так, қандай поштам бар екен мен? Бір өтірік поштаны жазып көрейін. Мынандай почта бар дейді. Өтірік почта не қылдым? Паролімізді енгіземіз. Өзіміз құрған пароль. Бәрін жасап. Соны жасап болғандықтан кейін сіздерге кіресіздер. Жүйеге маған почтаман қазір хат келіпті. Сіздерде мынандай нәрсе болады. Мына жақтан басасыздар да, репозиторий деген басасыздар. Жаңа репозиторий. Сабағында уақытында түсіндірем. Репозиторийіңізге мысалы ат бересіздер. Мен Java backend деп ат қоямын репозиторийға сақтауға. Осы екен орнымен де публик деген нәрсе бәрі құрылады. Мен репозиторийімді құрдым. Енді әрбір ретте мысалы Java backend деген басамын. Маған айтады қазір readme файл деген нәрсені құр деп айтады. Мен болсам HTTPS-пен адресті өшіріп аламын уақытша. Содан барамын да менде қазір мынау жазған кодымды мен басалғым келеді. Ол үшін мен мына жерде VCS деген батымызды басамыз. Share project in GitHub деген таңдаймыз. И сол жерде таңдаған кезде remote origin деп шығады. Қандай мен, кіммен деп не бар, add account деп GitHubпен тіркелу деп жаңа тіркеліп қойдық қой. Сол жаңа репозиториімізді аккаунтты сол жақта өзі құрады қазір. Авторизациямыз жүрді. Енді келіп мен мысалы жаңа share деп айтады. Көрдіңіздер, мынандай репозиторий бар дейді. Біз жаңа қолмен құрып қойдық. Енді бізге ең бастысы жаңа тіркелу керек болған репозиторий құрылмаса болған. Енді мен оны мына жерден аламын. Репозиторийді өшіріп тастаймын. Өшіру үшін settingsке кіремін. Мына жерде danger zone деп баратын, опасный зона удалить дейді. Ол үшін мына нәрсені тереңізді жазуды. Адам өзі қателеспейді деген нәрсені жоғалтпау үшін. Сонымен жабылды. Енді қайтадан тексереміз. Share'ді басамыз.
И біздің жаңағы жазған кодымыз мына өзгерістер. Біріншісі сообщение жазамыз. Financial commit деп өзіне жазып береді. Біз не істегенімізді барын салатта сол серверге жібереді. Add git файл дейді. Git команда жүрді. Мастер бойынша ветками кет дейді. Java backend'ке GitHub'қа сенбесеңіздер, қазір бүйтіп қарасақ, сіздің жаңадан қосқан нәрсеңіз шығады GitHub. Енді бұл жерде біз кодымызды әрқашан салып отырамыз, күнделікті жасаған кодтарымызды. Енді байқасаңыздар, сіздің жаңағы кейін болашақта жұмыс істегеніңізде, мысалы қанша коммит жүріп жатқанын көріп отырады, активность дейді. Байланысыңыз жақсы жұмыс істеп тұр. Сонымен былай қарасақ, кейін көріп отырады қанша комментарийлер күнделікті жасап отырсаңыздар, кейін болашақ жұмысқа кірудің оңай жолдары. Сонымен GitHub'қа тіркелдік. Негізгі тақырып болса болады. Екінші сабақтың алдын ала дайындығы. Рахмет, сау болыңыздар.